Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Гүлзат. Бүгін мен сіздерге ең жаздық дәмді тағам түрі голубцы, яғни фаршированный перецті жасап көрсететін боламын. Ол үшін бізге бірнеше заттар қажет болады. Ең алдымен болгар бұрышы, сәбіз, қызанақ, картоп, сарымсақ, пияз, күріш және де тартылған ет қажет. Осылардың барлығын дайындап алған соң тамағымызды жасауға кірісеміз. Бірінші кезекте тазартып алған пиязымызды осылай үккіштен өткіземіз, немесе ұсақ етіп турасаңыздар да болады. Пиязды қосу себебіміз біздің начинкамыз өте сочный болып шығады, сол үшін пияз қосқан дұрыс. Егер ұнатпайтын болсаңыздар, қалауларыңызға қарай қоспауға да болады. Және де келесі кезекте күрішімізді жақсылап бірнеше мәрте жуып тазартып алып қосатын боламыз. Одан соң өз қалауларыңызға қарай татымына тұз және де бұрыш дәмдеушілер қоссаңыздар болады. Мен өз жағдайымда тек қана тұзды қосқан болатынмын. Барлығын салып алып, осылай жақсылап қолмен араластырамыз және де 100-150 мл шамасында су құюды да ұмытпағандарыңыз жөн. Сонда фаршымыз видеодағыдай үлпілдек жұмсақ болып шығады және піскенде жабысып қалмайтын болады. Және де сорпамызға қажетті картопты осылай турап аламыз. Мен картофканы қолданып турадым, сонда әдемі пішінде болып шығады. Сәбізімізді бірнеше бөліктерге бөліп, оны да картоп тәрізді картофкамен бөліп турап шығатын боламыз. Ерекше пішіндес болып, өте әдемі көрінетін болады. Сәбіз бен картопымызды турап алып, бөлек ыдысқа салып қоямыз және келесі кезекте сорпамызға қажетті келесі ингредиенттерді дайындайтын боламыз. Ол бізде сарымсақтың жарты бөлігін қоссаңыздар жеткілікті. Осылай бірнеше тіліктерге бөлеміз. Осылай ұсақ етіп турап шығамыз. Қалауларыңызға қарай ірі етіп турасаңыздар да бола береді. Пиязымызды турап дайындап алған соң, келесі кезекте осылай 2-3 дана сарымсағымызды ұсақ етіп, пияз тәріздес етіп турап шығу қажет. Дәл видеодағыдай осылай ұсақ етіп турасыздар. Қалауларыңызға қарай бұдан ірі немесе тіптен ұсақ етіп турасаңыздар да бола береді. Сарымсақты қосу себебім сорпаға өте жақсы дәм беретін болады. Келесі кезекте қызанағымызды жақсылап жуып алып, осылай бірнеше жіңішке тіліктерге бөліп, төртбұрыштап ұсақ етіп турап шығамыз. Бұны да сорпамызға қосу үшін дайындап жатырмын. Сарымсақ, пияз, қызанағымызды барлығын турап дайындап алған соң, келесі кезекте болгар бұрышымызды тазартып, жуып алған соң, ішіне дайындап алған фаршымызды салатын боламыз. Осылай ыңғайлап, ішін қатты толтырмай, нығыздамай, орташа көлемде толтырып шығу қажет болады. Толық толтырудың қажеті жоқ, себебі пісіп жатқан кезде күрішіміз ісінетін болғандықтан сыртына шығып кетуі мүмкін. Видеодағыдай барлық болгар бұрышын фаршировать етіп шығамыз. Осылай барлығын салып дайындап алған соң, подливымызды, яғни сорпаның подливын жасауға кірісетін боламыз. Ең алдымен қазанымыздың астын қосамыз. Плитамызды қосып алған соң, сәл қызған уақытта майымызды құятын боламыз. Майды көп құюдың қажеті жоқ, сәл ғана қойсаңыздар жеткілікті. Майымыз қызғаннан кейін турап алған сарымсақ пен пиязымызды салып қуырып алатын боламыз. Осылай сарғыш түске енгенше жақсылап қуырып алу қажет. Және одан соң турап алған қызанағымызды салып жақсылап араластырамыз. Оны да бірге 2-3 минуттай уақыт жақсылап қуырып алу қажет. Сонда сорпамыздың түсі қызғылт әдемі болып шығатын болады. 2-3 минут осылай қуыруға қалдырып алған соң, тағы да жақсылап араластырып алып, үстінен турап дайындап алған картоп және сәбізімізді салатын боламыз. Картоп пен сәбізімізді салып алған соң араластырып, үстінен тұзымызды сеуіп, бірнеше минутқа қуырылуға қалдырамыз.
картоп, сәбіз, қызанақ, сарымсақ, пияз барлығын осылай жақсылап қуырып алған соң оның үстінен суымызды құятын боламыз. Суымызды құйып алған соң сәл қызғаннан кейін үстінен дайындап қойған болгар бұрыштарын, яғни фаршированный бұрыштарымызды салуға кірісетін боламыз. Голубцы тағамын тек қана болгар бұрыш емес, сонымен қатар орамжапырақ, яғни капустадан да жасауға болады. Мен өз жағдайымда тек болгар бұрышынан жасадым. Сіздер орамжапырақтан да жасасаңыздар болады. Бұрыштарымыздың барлығын осылай қазанымызға кезек-кезекпен салып орналастырып шығатын боламыз. Бір-бірінен нығыздамай, арасында орын қалатындай етіп, дұрыстап, жақсылап орналастырып шығу қажет. Осылай салып болған соң, керекті мөлшерде үстінен тағы суымызды құйып, қайнауға қалдырамыз. Қазанымыздың бетін жауып, сорпамыз қайнағанын күтеміз. Сорпамыз осылай пісіп жататын болады. Қайнағаннан кейін астын басамыз. Сонымен қатар көбігі шықса, міндетті түрде алып тастау қажет. Шамамен 40-45 минутта тағамыз дайын болады. Менің голубцаларым осылай дайын болып шықты. Көріп тұрғандарыңыздай өте аппетитті көрінеді. Міндетті түрде сіздер үй жағдайында жасап көріңіздер. Голубцы тағамы жаздық ең ерекше керемет тағам түрлерінің бірі. Мен үстіне осылай укроп турап қойдым, яғни аскөкті осылай сәндік ретінде және сорпаға араластырып қосып ішсеңіздер де болады. Видео барлықтарыңызға ұнады деген ойдамын. Менің каналымнан өзге де қызықты және оңай дайындалатын рецептілерді таба аласыздар. Назарларыңызға рахмет. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.